Масқара емес қазағым, маған адам шошырлық оқиға туралы ақпарат келіп түсті. Мәліметтерге сәйкес Арасан ыстық суындағы ұлан шипажайында жұмыс істеген 29 жастағы Айбол Қызайбай басшылармен бірге отырып тойлаған. Сол отырыс кезінде араларында жанжал шығып, олардың бірі Айболды сыра ішетін кружкамен бетінен ұрып, есінен тандырған көрінеді. Одан кейін ес-түссіз жатқан Айболды далаға шығарып тастап, өздері түк болмағандай отырыстарын жалғастырыпты. Кейін сол адамдардың Айболды тағы да аяусыз соққыға жыққаны, тіпті басынан таспен ұрғаны айтылуда. Ең сұмдығы, олар Айболды арбаға салып алып кетіп, шипажай маңына апарып тірідей көміп тастаған екен. Сондай-ақ оның денесіне хлорка сеуіп, іздерін жасыруға тырысқан дегенде мәлімет бар. Осы сәттердің бір бөлігі видеоға түсіп қалған. Хлор төгіпті мынаған. Адам құлақ шыққан, адам құлақ шыққан. Қана адам құлақ шыққан. Болды. Ұрыпты ғой, қарая көгерген ғой, ұрыпты ғой. Адам құлақ шықты. Әзірге бұл ақпараттарға құқық қорғау органдары ресми түсініктеме берген жоқ. Күдіктілердің ұсталғаны немесе ұсталмағаны туралы да нақты ақпарат жоқ. Егер бұл деректер расталса, онда бұл жай ғана төбелес емес, бұл адам шошырлық қылмыс. Естуім бойынша, әлі енді ол утвержденный ақпарат емес, естуім бойынша болмайтын нәрсе үшін араларында ұрыс керіс болған, бірақ менің інім ешқашан ұрысты бастамайды, ол ондай адам емес, оның мінезі өйтіп көтерілетін, сразу тез көтеріп кететін вспыльчивый адам емес. Сондықтан осындай жағдай болып тұр. Біз полициядан ресми жауап күтеміз, ал марқұм Айболдың жақындарына сабыр тілейміз, және осы істі жіті бақылауда ұстайтын боламыз. Мен өзімнің туған анам маған айуан ишакбас екесін дейді да, ол әңгіме қайдан шығып отыр? Келіншегім жаңа қызым 4 класты бітіріп жатыр, видео түсіріп жіберген ғой. Менің қызым шетте вальс билемей отыр. Сонымен ана қызына вальс билемет деген, сонымен әке ұрсат деген о қыз. Сонымен маған мамашка ренжіп тұр да, сен айуан екесің, 4 кластың қызын не түсінеді дейсің вальс билегеннен дейді да. Әңгіменің бәрі осыдан шығады ғой. Шешеңді сыйлайын, садикте вальс билеп жатырық, 4 класты бітіріп билеп жатырық, 11-ді бітіріп жатырық. Енді құрметті ағайын, мен бір жаманшылық шақырып жатқан жоқпын. Бірақ пәленбай қыз мектеп кезінде жаңағы жүкті болып қапты, пәленбай қыз мектеп кезінде аборт жасапты деп, жаңа білім министрлігі, ойбай, бұның бәрі қаяқтан шығып жатыр деп шешеңді сыйлайды, аспаннан түскендей таңғалады да, әкең бәрі осындай нәрселерден басталады. О шешеңді сыйлайын, белінен ұстап билеу бұл норма екен ғой, бұның ешқандай бір әбестігі жоқ екен ғой деген түсінікті шешеңді сыйлай, анау мектептен құйып жатыр да, басына шеше 4 класстан садиктен бастап, конкретно. Мынау 11-ді бітіріп жатқан қыздарымыздың киімі ең құдай сақтасын. Пәленбай миллионға абатқан киім, бірақ ашық шашық жалаңаш, құдайдың өз кешірсін бір жеңіл жүрістілер сияқты. Орамалға рұқсат бермейді мектепте. Дұрыс емес шығар орамал, бірақ ақиқатында. Бірақ шешеңді сыйлайын, тоңқайса көті шешеңді сыйлайын, алдына қараса бір жері көрінетіндей шешең. Мынандай әкең қысқа юбка, ол нормаш. Сонда бұл шешеңді сыйлайын, не қарап отырсыңдар деймін да, білім министрлігі. Не істеп отырсыңдар? Енді мына шешеңді сыйлайын, вальс билейтін жігіттер костюм шалбар, ойбай гүл апару керек, ойбай алтын тағу керек мұғалімге. Елімізде тек қана спортсмендер шығып жатыр мықты деңгейде. Кәні шешеңді сыйлайын, білімнен бір мықты деңгейге шығып, әлемді таңғалдырып жатқан бізде математиктер, бізде сондай мықтылар бар ма? Бар шығар. Саусақпен санарлық. Шешеңді сыйлайын, мектеп аралық сондай той, би шешеңді сыйлайын, содан аспай атсыңдар конкретно. Мына 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық деп бір шеше ата-бабаң соғыстан қырып жойып келгендей, тек қана тойлауға, тойды айтпағанда осы 25 сентябрь шешеңді сыйлайын, сұмдық тойдың паталауын қойып атсыңдар ғой. Анау группада ақшасы барлар, бит жазады группаға, класстастардың группасына ақшасы бар да, бар боқпаған оның ақшасы. Шешесін сыйлайын, осы бір 20 жылдықта 300 мың теңге шығарамасаң не үшін шалбар киіп жүрсің әкесін ау деп. Кісі бопшы өзінің ақшасы бар ғой, ана симай атыр әкеңнің ау. Сонда 6-7 бала шағасы бар, бала шағасын зорға асырап жүрген әке намысқа тырыс. Біздің қазақтың жігіттері негізі текті намысты да, намысқа тырысып шешең сен жаңа 300 мың теңгемен 20 жылдыққа қатысады ғой. Шешең
шорбайына қатысасың ба деймін да, әкең ау бір жеткен жетістігіміз бар ма? 20 жылдықта не істедің әкең ау? Елің үшін, ауылың үшін шешет сыйлайын. Бір адам таңғалатын нәрсе істедің ба? Не үшін тойлаймыз біз осы нәрселерді? Мысалы, по факту алып келген кезде. Менің атам соғыс басталған жылы 45 жыл соғысқа кеткен. Соғыс басталғанда 18-ге толғанда. 7 жыл соғыста болған ғой, соғыстан кейін 2 жыл тағақ баған қала тазалауға. Өйткені соғыс басталған кезде келген ғой. Сонда атамыз айтады, ең ауыры оқ бітіп баған, жаңағы мылтықтың басында пышақ болады, сондай менен сұғып немісті өлтіргем, сол ауыр болды дейді, атып оңайырақ дейді. Сонда адам атып өлтіру оңай болып тұр ғой соғыста. Пышақпен бейді, пышақта өлтірген ауыр болды дейді. Сол кісі военный формамен бір дорбамен келді ауылға спокойно. Шешеңді сыйлайын, 11 жыл мектеп оқып бітірген, бір қырып жойып кеткенде әкең ау сырапшылдыққа жол беріп, кортеж, вертолет, әкең ау соғысқа барып келсеңдер білмеймен. Шешесіне рахмет. Ес жиятын кез келді. Алпауыт Қытай тұр біздің көршіміз. Шешеңді сыйлай, Қытайға құл боламыз әкең ау. Қазір осы тойлап жүрген жастар құл болып шешең сыйлай, солардың жұмысын істейміз. Ақиқатында. Қазір есті жиып осындай нәрсенің бәрін реттемесек шешеңді сыйлайын. Білмеймін қайға кетіп баратқанымызды. Кетіп барадық бір жаққа әйтеуір. Жас қыздардың көбі бүлінген. Шынымен де қазір жас қыздар арсызданып бара жатыр десем, барлығыңыз ойбай жоқ, ондай емес дейсіңдер. Бірақ қараңыздар, ортамызда неше түрлі бар, ішетіні, иіскейтіні бар ғой. Соның барлығы 17, 16, 20, 18, 22 жастағы жас қыздарымыз. Білгенін істеп жүр. Көп нәрселерді мен әлеуметтік желіге сала алмаймын, өйткені банға, блокқа тығып жібереді. Сондықтан бір шет жағасын көрсетіп қойын, қазіргі жас қыздарымыздың түрлері не болып жатқандары. Всем привет, мы очень пьяные. Я буду это видео смотреть и позориться, стыдиться. Но у нас парные платья. Все, всем пока. Қалайсыңдар қатындар, оның байлары? Ой, тойдың сезоны басталып, өзім қолым тимей жүрген. Ана аздыратын, қызғылатын, тарылтатын, үйледенені кетіретін, ұл туғызатын желетік сатам ғой менде. Соны очерт мұқым қазақтар алып, той істеп, соны сатып атқан ғой. Сөйтсем, ана тиктокқа бір видео жібере берді, қарасам, құдай. Ана өзі Қытайдан қаңғып келген, одан қаңғып, ана Кореяға кеткен, ол Кореяда бір әжептәуір жұмыс істеп жатса мақұл ғой, бір адам айтуға ұялады, бір ауруларды қарайтын бір қатын бар екен Кореяда. О байқұсты аяйым, азаннан кешке дейін кәрі кемпір шалдың көтенін көре бергеннен кейін де оңай емес. Сөйтіп түк көрмегенде маған, ойбай, 5 қатын қайдасыңдар, 5 қатын қайдасыңдар депті. 5 қатын Қазақстанда жүр, Құдайға шүкір, елінде жүр, жерінде жүр, бала шағасында жүр. Сен байқұсты поқта жоқ қой, сор қаңғып жүріп, бізге ақыл айтпай қойш, бізге күлмей қойш, көтіп ақ. Көкқарға көтіне қарамай әуле бопты деп. Енді оның айтысы маған Ерсай той істеді дейді. Кезінде Ерсайыңдың заводын жауып тастадық. Сен керексің деген өлеңін керек жоқ деп айтқызбай қойдық. 5 қатын былай жұмыс істеп саған айналайын. Қазір 5 қатын хит емес. Қазір бай-бай қатындар шыққан. Сенің веледенене қатының керек емес ешкімге. Ой, қазір Бағдагүл, Баян, Динара, Сатчан, мен подушкам ғой. Мөлдір. Міне, солар хит қазір. Енді тойын айтып кете салайыншы. Қоймай атыр ғой маған, той істеді, той. Әй, ол той емес, ондай тойды неге Қытайда істемейді? Неге қызының сырға салуын істемейді? Қытайда заңсыздыққа жол жоқ. Неге кеше байына барып төс беріп сол жерде той істемейді? Өйткені ол бай емес, вот. Ал Қазақстанда заңсыздыққа жол көп, Қазақстанда чмо, веледенелері ағып жүрген қатындар көп. Солар барған той, ол лақатрон той деп. Айтсаңдар, сөйтіп айту керек қой бұл тойды. Енді ақфата киіп, құдалығы боп, әке шешесі келіп, некелерін қиып жатса, пожалуйста, құтты болсын деймін. Мысалда, біреудің жақсылығына құтты болсын да айтқан тұрған еш нәрсе жоқ. А ол лақатрон мынандай той ғой, оны әңгіме маған жырғымай ақ қойшы сен. Бүйтеді ғой, Мақпал Жүнісова кепті, Сабыржан келіп мақтады деп қойды. Ай, ақшасын төлесең бізде анау Дәулет барайын деп отыр, көк папкасын алып. Анау Зайтып барайын деп отыр, домбырасын алып, беташар ашады. Әке шешені құданы құттықтауға ана депутаттарымыздың бәрі дайын тұр бізде. Ақшасын төлесең. Вот, сендер тамадан дұрыс таңдамағасыңдар. Сабыржан ол әшейін жүрген біреу ғой. 2 миллион емес, 500 мыңға ханды жалдағанда жалап кететін еді. Вот сенде сол жерді қателескесіне тойларың қызық емес, әдем болмай қалды. Қатындар дұрыс па? Бізде ақшасын төлесең бәрі бара береді қазір. Қызық емес қазір, таңғамайды біздікілер. Бізде бай, кедей деген жоқ, бәрі бірдей болып қалған ғой, уже. Маған той істемегенде керек жоқ, ондай лақатрон той. Мен шақырсам Тоқаевты, Трампты, Путин шақырам. Оны қалғандарын шақырмаймын.
Ана бес қатын қақтаға, бес қатынға қызық емес, ондай аферистерін талай көргенбіз ғой. Просто алаяқ, халыққа әдемі болып көрінгісі келіп жатыр. Лохотрон, Қытайда ондай тойды істетпейді деп айтамайды да. Өйтті деп. Кезінде Айс Мұратова да талай той істеген. Қазір кәнті тойға барған бір адам шығарып салған жоқ қой. Бәрі лақтырып кетті ғой. Тұтып кетті аяғында. Скоро жақын қалды оғанда. Өзің дуанасың, кімге пір боласың деген екен біреу. Соғыстап өзі дуана. Айдайтын машинасы, тұратын үйі жоқ. Қытайдан келген бір қатын үйінде тұрып жатыр. Ана қайнысының, қайнағасының үйі жоқ, лучше соған үй әпермей ма? Лохотрон. Просто халықты көптеу алдаса көп ақша түседі. Біздің Қазақстанда ондайға сенетін әлде де лохтар көп. Дұрыс па қатындар? Так что маған қызық емес. Менде веледениемен проблема жоқ. Проблемасы барлар араласа беріңіздер. Маған десе неғып динозавр танк әпермейді. Мейлі қолынан келсе қонышынан бас деген. Алға, алдай бер, арбай бер. Біздің Қазақстанда чмо қатындар көп. Қытайға ақшамызды апарып бере бер. Құдай бет алдынан жарылқасын. Неге той күшті болып деп жатқан миыма енді жетті. Қытайда бұндай той істетпейді ғой. Дұрыс қой. Ысырапқа жол жоқ қой, ояқта заң жоқ. 5-6 адаммен той істеген екен. Мына біздің тойды көп шок болып жатқанша клиент кеше анау веледениенің қасында жүргендер сонда Қытайдан келген қандастар екен ғой өзінің. Вот кешудің тойын айтсаңдар, вот. Молодец той деп соны айтуға болады. Міне, біз анандай тойдан кейін мынандай тойларды қабылдамаймыз. Не деген той? Баян молодец, той зор өтті, күшті. Той деп соны айтады.